Қайырлы кеш. Мен бүгін үйден оқытатын оқушы үшін жасалатын жоспарды жасанды интеллектпен жасауды көрсетемін. Ол үшін маған жаңағы 130 бұйрық бойынша жасалатын кесте керек. Жаңағы ненің сабақтың қымыжы үлгісі. Осыны мен қазір енді суретке түсіріп ала салайын. Сөйтіп, осының суретін қазір осы кестеге сал деп пәрмен беру үшін. Так, сақтап аламын. Бұл суретті загрузкаға сақтай салайын. Енді осы суретті барып мен мұнда жүктеймін Gemini-ға. Енді осыған, осы кестеге маған қымыжы жасап бер, және қазақша деп жазу үшін бірінші үйден оқытатын оқушының несін аламын. 2-ші тоқсанды мен бітірген болатынмын. Енді 3-ші тоқсаннан бастаймын қазір. Так, 3-ші тоқсаннан бастаймын. Так, бөліммен сақтап ала салайын. Так, енді мұнда жазамын. Так, мынау бөлім тұр, тақырыбы тұр, оқу мақсаты тұр, және мынау уақытысы тұр. Енді мен құндылықты жазамын. Құндылық, осы не ай еді, январ айы ма? Январ айындағы құндылық менде желтоқсан айындағы құндылық бірлік және ынтымақ екен. Соны бір басып алайын. Мен енді бұны бір рет жазғаннан кейін, қазір одан кейін жазбаймыз. Осы бір рет жазсақ жеткілікті. Қазір көрсетемін оны. Тағы не туралы не керек еді? Диагноз, оқушының диагнозы. Оқушының диагнозы бізде не? Тірек қимылы. Тірек қимыл қозғалысында ауытқу бар ма? Қозғалысы деп айтты маған. Тірек қимыл қозғалысы бойынша үйден оқытылатын оқушыға арналған оқушы үшін десек те болады, оқушы үшін жалпы стандарт бойынша кестені бойынша қымыжы жаса дейіне. Қымыжы жаса. Тапсырмалар қандай болсын дейміз. Тапсырмалар қандай қиындықта? Орташа қиындықта дейік. Орташа қиындықтағы сосын не болады? Тағы не қоссақ болады? Орташа қиындықтағы тағы не қоссақ болады? Өзіміз заманауи оқумен сәйкес не айтсақ болады тағы? Оқу мақсатына бағытталған деп талған болсын дейік. Жеке оқушы үшін ғана, жеке оқушы үшін жасалған қымыжы болу керек. Жасалған қысқа мерзімді жоспар болу керек. Тағы не қосуға болады? Так, күні бар. Мұғалімнің аты жөнін қосып жесек те болады осы жерде. Оны кейін деп жазамын мейлі. Мұғалімнің аты жөнін тағы не қосуға болады? Менде кестедегі сөздер толығымен қазақша болу керек. Кестедегі сөздер толығымен қазақша. Өйткені менде кестем орысша кестеше үлгім. Сондықтан толығымен қазақша болсын деп жазайын. Енді осыны жіберіп көрейін қазір. Сосын кейін қосатын жерлер болса тағы қосамыз. Өстіп Gemini-ға салдық кестесін. Сосын керек мәліметтерді толтырдық. Енді соған байланысты бізге жоспар құрып берді. Бұны мына жерден копировать етіп аламыз да. Так, мына жерден қандай да бір файл ашып алайын. Бұны мен ориентациясын альбомный қылып жасап аламын да, осы жерге вставить етемін. Так, енді бұны қазір кесте қыламын. Жоғарыдан конструктор деген басам да, ең біріншіден бассам, кәдімгі кесте түрінде тұрады. Енді келесі сабақ барысын қайтадан жақтан копировать етіп аламын тағы да. Мінекей. Так, бұл емес ғой. Осы жерге қайтадан вставить етемін да. Осындай шыққанымен мен оны қайтадан конструктор бөліміне барып, мынаны басу арқылы мына түрге келтіремін. Міне позитивті көңіл күй қалыптастыру дейді. Так, тақырып пен мақсатты хабарлау, мәтінмен жұмыс дейді, дескриптормен берді. Тапсырманың түрі мынау. Мәтінді оқып, аудио мұғалім оқып береді дейді, мақсатын анықтаңыз дейді. Негізгі ойды бір-екі сөйлемнен тұжырымдаңыз дейді. Осындай айтпақшы, мен бұны тақырыпты қазақ тілі әдебиет па соны жазбаппын ғой, пәнінде жазу керек қазір. Сабақ қорытындысы және үй тапсырмасымен берілген. Осындай дайын жасап береді. Мәтін үлгісінде көрсеткен. Бұны да жаңағы жүктеп алып, мұнда апарып қоямыз. Осы мәтінге қарап қазір не жасайды ғой. Енді маған бұл қай пән екенін ұмытып тұрмын. Мынау қай пән екен?
Так, мына пән бізде қазақ тілі мен әдебиет екен. Болды онда как раз. Мына енді екінші қымыжын жасау үшін мен мына жақтан жаңағы бірінші жазғанымызды копировать етіп аламын мына жерде. Басып соны мында ставить етемін. Және өткеннен кейін ана нені уақытысынан бастап мына жақтан өзгертемін. КТП-ға барамын да, менде 13 январь күні болатын ұлттың болашақ халықтың демография былай дегенді апарып орнына қоямын енді. Так, мына синтаксис бар. Мен жаңа бөлімі синтаксис бар екен, соған дейін қоямын онда. Так, синтаксиске дейін апарып белгілеймін, соны қоямын. Қалғаны астындағы сол күйінше тұра береді. Және жіберуді бассақ, бізде нөмірі 2-ші қымыжымыз шығады. Қайтадан копировать етеміз.